Балалар, бізде қазір әдебиеттік оқу сабағы. Ортақ тақырып уақыт, бөлімше жыл санау. Сабақтың мақсаты сен ертегіні оқып түсінесің, мазмұны бойынша сұрақтар қойып және жауап беріп үйренесің. Мүшел, жыл санау туралы ұғыммен танысасың. Балалар, әр адам әр жылы дүниеге келгенде әр адамның жасы әр түрлі. Ендеше қазақша жыл санау кестесіне назар аударайық. Кестеміздің оң жағында, яғни хайуанаттардың аты берілген екен. Санайықшы балалар, нешеу екен? Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз, яғни 12 хайуанаттың аты тұр, ал кестеміздің сол жағында жылдар тұр екен. Ендеше балалар, осы жылдардың ішінен өзіміз туылған жылды тауып алайықшы. Яғни сендер 2011 және 2012 туылғансыңдар, жылы туылған балаларсыңдар, 3-ші сынып оқушысыңдар. Ендеше балалар, 2011 жылы туылғандар қоян жылы дүниеге келіпті, ал 2012 жылы туылған балалар ұлу жылы дүниеге келген екен. Ендеше балалар, қоян жылы туылған адамдар қоян секілді қамбалы болады екен. Кез келген нәрсеге сақтықпен қарап, маңызды істе өз бетінше шешім қабылдай алады екен. Қашанда көңіл күйіне қарай әрекет жасайтын жан. Ал ұлу жылы туылғандар қандай екен? Тұйық мінезді, барынша қарапайым көрінуге тырысатын, байсалды, құпияны сақтай білетін, көбінесе үнсіз жүруді ұнататын адам. Оның қолынан үлкен істерді атқару келеді. Қай істе де өз ақылымен оңаша шешуге ұмтылады. Балалар, сендер осы хайуанаттар туралы, мінездерін туралы келісесіңдер ме? Олар қандай екен? Бұл туралы балалар, сендер аналарыңның өз қандай екендеріңді, мінездерін қандай екенін сұрап біле аласыңдар. Балалар, мүшел деген не екен? Яғни балалар, бірінші мүшелде 13 жас екен, ал қалған мүшелде 12 жастан екен. Яғни жаңағы 12 жыл басы бітіп айналып келгенде, бұл бір мүшелі жасты береді екен. Яғни бірінші мүшелі жас бұл 13 жаста болады екен адамның. Ол қалай? Яғни жаңағы айналып келген 12 жыл басына сендер аналарыңның құрсағында жатқан 9 ай 1 жыл болып саналады. Соны қоссаңдар 13 жас болады екен. Ал қалған 12 жасты арғарата қоса береді екенсіңдер 12 жылда. Яғни 13-ке 12-ні қоссақ 25 болады. Бұл екінші мүшелі жас. 25-ке 12-ні қоссақ 37. Бұл үшінші мүшелі жас. 37-ге 12-ні қоссам 49 жас. Бұл төртінші мүшелі жас. 49-ға 12 жылды қоссам 61 жас. Бұл бесінші мүшелі жас. Және 61-ге 12 жасты қосамын 6-шы мүшел 73 жас. 73-ке 12 жылды қосам 7-ші мүшелі жас 85 жас. 85-ке 12-ні қосам 97 жас. Бұл 8-ші мүшелі жас. Және 9-шы мүшелі жас 109 жас. Және 109-ға 12-ні қосамын, бұл 121 жас, 10 мүшелі жас болып есептеледі екен. Және балалар, әр мүшелі жастың өзінің атауы болады екен. Жаңағы 12 мүшелі жасын, бір мүшелі 12 жасым ер жете бастау, екінші мүшелі 25 жасым жігіттік шақ, 37 жасым ақыл тоқтату, 49 жас орта жас, 61 жас егде жас, 73 жас қарттық жас, 85 жас кәрілік жас, 97 жас қалжырау жасы, 109 жасы шөпшек сүю, 121 жас немене сүю жас екен. Балалар, мүшелі не екенін түсіндік пе? Бір мүшеліде неше жас болады екен? Балалар, бір мүшеліде 12 жас болады, ал бірінші мүшелі жас ол 13 жас. Жақсы балалар, ендеше бәріміз оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл оқулығымыздың 75-ші бетінде жыл басы мәтіні тұр. Балалар, бұл
ертегі. Осы ертегіні өз беттерінше бірнеше рет не істейсіңдер? Оқисыңдар. Жақсы балалар, ендеше ертегі бойынша бірнеше сұрақтар құрастырыңдар. Дескрипторы ертегі мазмұнын түсінеді, ертегі бойынша сұрақтар құрастырады, үшінші құрастырған сұрақтарға жауап береді. Балалар, тапсырма түсінікті ме сендерге? Жақсы, ендеше екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Екінші оқу тапсырмамыз, балалар, дәптермен жұмыс. Сөздер қатарын толықтыр. Бөлімнің қалай аталып тұрғанына зер сал. Яғни, балалар, бөліміміз қалай аталып тұр? Әрине, бөліміміз уақыт деп аталып тұр екен. Ендеше, мына сөздер қатарын толықтырайық. Бірінші, жыл. Жыл неден тұрады? Дұрыс айтасыңдар, айдан. Ай неден тұрады? Күннен. Ал күніміз неден тұрады? Тамаша. Ары қарата жаза қойыңдар. Екінші, бір ғасырда 100 не бар? Жарайсыңдар. Үшінші, бір жылда 12 не бар? Керемет, балалар. Төртінші, бір мүшелі 12 не? Тамаша. Балалар, бұл тапсырмалар мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады екен. Бірінші, уақыт туралы біледі. Екінші, уақытқа берілген сөз қатарын толықтырып жаза алады. Ендеше, балалар, іске сәт, тапсырмаларды орындай қойыңдар. Балалар, сабағымыздың соңында кері байланыс береді екенбіз. Яғни, әдемі жапырақтың суреті маған бұрынғы тапсырма түсінікті. Келесі, жасыл түсті жапырақты салғандарын, бұл әлі де нем бар? Сұрағым бар дегендерін. Ал үшінші жасыл түсті жапырақта салып жібергендерін мен қолдауды қажет етемін. Бүгінгі тапсырма маған түсініксіз дегендерін. Жақсы балалар, осымен әдебиеттік оқу сабағы аяқталды. Балалар, сау бола қойыңдар.